көріп жатынша балақайдың үй-жайына мұз көрсетсе, Сигария айында бектеніне. Бүгінгі ұйымдастырған іс-әрекеттің мақсатына жету үшін қолданатын әдіс тәсілдерді ұсынамын, назарларыңызға ұсынамын. Мен кішімпін. Мен өмірді жақсы көрдім. Мен өзгені хан боламын. Мен көзім керемет. Жарайсың аяқ. Ұйымдастырған іс-әрекет мақсатына жету үшін біздер балаларды қызықтыру үшін түрлі балалардың ойлау қабілетін, есте сақтау қабілетін дамыту мақсатында ойындар аламыз. Балалар қарастырып көрейікші? Қарастырып ойындар. Қандай аспап шығады екен айта ойыңыздар, иә балалар? Қандай аспап шықты өзің? Барабан. Енді келесі қандай? Қарастырып ойын. Балалар өте қызығушылықпен қатысады. Қандай аспап? Домбыра, иә, келесі. Жігер, қандай аспап? Рояль. Мына қандай аспап? Жеті. Иә, бастасын. Қандай? Жеті. Жеті келін, иә? Жарайсың. Ұйымдастырған іс-әрекетке пазл әдісін қарастырамыз. Онда бізде ұлттық аспаптарды суреттерін қарастырамыз. Қанекей балалар? Қарастырамыз. Pazl әдісі қарастырамыз. Айныз қарастырамыз. Қандай аспапта шықты? Oldu. Ya, қарастырамыз. Бұл пазл әдісі. Қандай аспаптар бар? Барабан, иә? Қандай аспаптар бар? Барабан. Сыбызғы. Жарайсыздар балалар. Чипси әдісі, иә? Қандай әдіс? Чипси әдісі. Бала ішінде мұның тапсырмалары бар екен. Екі желі күйдің көрігі, әннің көлігі. Ол не? Ол? Домбыра. Иә, бұл жұмбақ. Бұның ішінде әртүрлі жұмбақтар болады. Күй атасы кім? Қорқат атамыз, иә? Ал қобызшы атамыз кім? Қорқат ата екен. Осындай әртүрлі балаларға сұрақ жауаптар арқылы осындай чипси лейс әдісін қолданамыз балаларға. Сонымен қатар балаларға түрлі ертегі жанрлары әртүрлі бағытта көрсетіледі. Біздер мұнда QR әдісі арқылы қолданамыз. Мысалы, мына балалар қандай ертегі? Қандай? Шалқай ертегісі. Бұл қандай ертегі? Түлкі мен тырна. Мына қандай ертегі балалар? Дауысақ. Бұл қандай ертегі? Қыз бен Мақта қыз бен мысық. Ал балалар қараңдаршы, біздерге түлкі мен тырна ертегісін тыңдай, иә қараңдар? QR арқылы мына қараңдар. Көрдіңіздер ме балалар? QR арқылы ертектері осылай тыңдауға болады екен, иә? Кімге бар андай? Тырна кімді шақырады қонаққа? Түлкі. Тырнаны шақырады, иә? Қандай әдіспен ішеді? Кішкентай. Иә? Сондықтан түлкі тырнаға ренжіп кетіп қалады екен, иә? Ертегіні біледі екенсіздер.
соңында іс-әрекет қимылын қайталаймыз, е? Дайынбыз ба? Иә. Кеттік онда ендеше балалар. Әуелмен жүреміз. Қимылдар жасаймыз. Жасаңдар, қандай қимыл көрсетеді? Сіздер ұнады ма балалар? Иә. Ендеше былай көрсетеміз, е? Рахмет. Балалар, енді біз тыныс алу әдісі бойынша торғаймен жаттығу жасаймыз, е? Дайынбыз ба? Иә. Ендеше әуелі тыңдайық. Балалар енді қараңдар, бұл не? Гүл, түрлі түсті гүл. Балалар, бұл гүлмен біздер ұйымдастырған іс-әрекеттің мақсатына жету үшін сіздерге көңілге көтеру үшін бере аламын, иә, сіздерге. Әрі біздер бұл гүлмен тілек әдісін қолданамыз, иә. Қазір біздер бірімізге шалқаймыз, иә, өзіміз тілегімізді айтамыз. Бақытты бол. Иә, айталық. Денсаулық. Tamam olmaz buraya. Sabahda жасауға. Әжелі? Şimdi айтқан тұтында. Айтал. Бақытты. Бақытты бол. Әдемі болған. Сәттілік, рахмет балалар.